Жамбыл облысының 85 жылдығына орай ардагерлер арасында облыстық спартакиада өтті. Спорттық шараға Тараз қаласы мен облыстың 10 ауданынан келген зейнеткерлер қатысты. Салауатты өмір салтын ұстанған қариялар өзара тартысты ойын өрнегін көрсетті. Жыл сайын өтетін облыстық ардагерлер спартакиадасы биыл да жалғасын тауып отыр. Спартакиаданың басты мақсаты облыстағы ардагерлер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, ардагерлерді спорттық шараларға белсенді түрде тарту. Сол арқылы жастарға үгіт өнеге көрсету дейді ұйымдастырушылар. Салтанатты шараға келген облыс әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек сөз сөйлеп, ардагерлердің қоғамдағы рөлі туралы пікірін білдірді. Қазіргі уақытта ардагерлер ұйымы еліміздің үлкен саяси күшіне айналды. Аға буын өкілдері жастарға отан сүйгіштік, адамгершілік, ізгілік тәрбие беруде белсенді әрі жүйелі жұмыстар атқарып келеді. Мемлекет басшысының бастамаларына қолдау білдіріп, халық бірлігін, қоғам тұтастығын түсіндіру, насихаттау жұмыстарында атсалысуда. Спартакиада ардагерлер дойбы, үстел теннисі, волейбол, асық ату, шахмат, тоғызқұмалақ, бильярд пен басқа да спорт түрлерінен бақ сынасты. Біздің осы спартакиада екі этаптан тұрды. Бірінші аудандарда, қалаларда, бастауыш ардагерлер ұйымдарында, округтерде өтті. Биылғы дайындық өте жақсы болды деп есептейміз. Міне 2 күнге созылған спартакиада кеше волейбол, бильярдтан сайыстар өтті. Өте жақсы өтті, дайындықтары мықты. Әр салада жемісті еңбек еткен ардагерлер спорттық шарада белсенділік танытты. Жалпы олар спорттың 8 түрінен сынға түсті. Енді бүгінгі спартакиаданың қорытындысы бойынша үздік деп танылған қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен медальдар табысталмақ. Қанат Күзберген, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, 24 News.